Іле Алатау ұлттық табиғи паркіне былтыр 800 мыңнан аса турист келген. Биылдың 7 айында 500 мыңнан астам қонақтаулы табиғатты тамашалаған. Туристердің жиі табан тіреуі үшін инфрақұрылым талапқа сай болуы тиіс. Алматы маңына жақын туристік нысандар қалай дамуда? Тілшіміз әңгімелесін. Алматыға келген қонақ тауды тамашаламай кетпеді. Мегаполистің ыңғайлылығы сол, қаланың шуынан шаршасаңыз табиғат аясына жету оңай. Бірақ келушілер лайықты инфраструктура мен сапалы қызметті қалайды. Іле Алатау ұлттық табиғи паркі туристердің уақытын үнемдеу үшін 4 бақылау өткізу бекетін автоматтандырды. Жаяу жүргіншілер мен автокөліктер бекітілген тарифті онлайн төлеу арқылы кедергісіз өте алады. Айтпақшы, төленген ақы туристік бағыттарды абаттандыруға, қоқыстарды жинауға жұмсалады. Бұл автоматтандыру жүйесі Ішкі істер министрлігінің базасына тікелей қосылған. Кез келген көлік жақындаған кезде мемлекеттік нөмірі оқылады да, камералармен арнайы төлем ақысы, QR бәрі дайын шығып тұрады. Келесіздер, төлейсіздер, өте беретіндей ыңғайлы жасап қойдық. Тариф өткен жылы бекітілген. Негізі тариф МРП-ға айлық есептік көрсеткішке байланылған, жыл сайын өсіп тұрады ол да. Себебі жыл сайын келуші машинелердің де, көліктердің саны артып отыр. Туристік нысандардың инфраструктурасы ақсап жатқаны жасырын емес. Қазір көліктер үшін үлкен Алматы көліне апаратын жол жабық. Себебі жол тозған, қауіптілігі жоғары. Аталған жол учаскесі Қазавтожол мекемесінен Алматы әкімдігінің қарамағына алынды. Келер жылы жөндеу жұмыстары басталады. Іле Алатау ұлттық паркі туристердің ең көп келетін жері. Мына тұрған үлкен Алматы көлі теңіз деңгейінен 2550 метр биіктікте орналасқан. Бірақ бұл жерге жаяу туристердің келуіне жол қарастырылмаған. Сол үшін биыл жаяу жүргіншілерге арналған арнайы жол салынбақ. 16 шақырымдық соқпақ жолдың 1,5 шақырымы биыл жылдың соңына дейін абаттандырылады. Іле Алатау ұлттық табиғи паркінде 46 туристік маршрут бар. Биыл Алматы қаласы әкімдігімен жасалған ынтымақтастық меморандумы шеңберінде 11 соқпақты абаттандыру, 3 кемпинг аумағын және 3 бұлақ көздерін қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Ірі құрылыс компаниясының жеке инвестициясымен Алмарасан Терра алаңы арасындағы 15 шақырым жаяу жүргіншілерге арналған жол жасалады. Алматыға Бейжіңнен арнайы келдім. Бұған дейін Өзбекстанда болдым. Қала ішін велосипедпен аралап жүрмін. Астана, Ақтау қалаларында болдым. Қазақстан өте қауіпсіз мемлекет. Адамдары да мейірімді, ал табиғатын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Керемет. Туристерге қолайлы жағдай жасаумен қатар оларға қойылатын талап та күшейтілуде. Ұлттық парк аумағында 2000-ға жуық өсімдік түрі бар. Оның ішінде 37-сі Қазақстанның қызыл кітабына енген. Жануарлар әлемінде ерекше бай. Сондықтан табиғи ортаны сақтап дамыту маңызды. Таза Қазақстан акциясы жүргізіліп жатыр. Ол осы ұлттық табиғи паркте өзіміздің саябақтар шеруі, марш парк деген тағы бір акциямыз бар. Орман мектептері деген үлкен бір жақсы құрылым құрғанбыз. Сол жерде оқушылар келіп, студенттер келіп, сол жерде жаңа питомникте жұмыс атқарып, ағаштың қалай өсетіні, топырақты оған қалай дайындау керек екен, соның барлығы сондай жерлерде атқарылып жүргізіледі. Экологиялық түсінігімізді, экологиялық танымымызды халыққа солай жеткізсек па деген ойдамыз. Биыл шілдеде жаңбыр болмай, таулы аймақтарда өрт қаупі артты. Ұлттық паркпен шектесетін беткейлерде 7 өрт оқиғасы тіркелді. Сондықтан орман өртінің алдын алу үшін 5 өрт сөндіру станциясы жасақталды. Алдағы жылы ұлттық парк аумағында орман өртін алыстан бақылайтын құрылғылар орнатылады. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, 24 KZ, Алматы облысы.